COVID-19 індеті бүкіл әлемдік экономикалық және әлеуметтік құлдыраудың бастамасы болды. Бірақ бұл вирус әлем халықтарының басынан өткен қорқынышты кезеңнің бастамасы емес, және соңғысы да болмайды. Бүгінгі видеода бұған дейін адамзат баласының басынан өткен ең қорқынышты індеттер туралы айтатын боламыз. Оба бұл тарихтағы ең қорқынышты індеттің бірі. Ол орта ғасырларда бүкіл жер шарын жайлады. Бірақ қазіргі күннің өзінде қорқынышты ауру болып табылады. Кезінде одан әрбір Еуропа азаматы қауіптенген болатын. Обаның артынан қалдырғаны тек қаңырап қалған қалалар, бос ауылдар, тастанды егістіктер мен мәйітханалар. Өйткені сол кезде бұл жұқпалы аурудан қалай құтылу керек екенін ешкім білмеді. Бұл ауруды тудыратын бактериялар сол кездерде бүкіл Еуропада қаптап жүрген көрт тышқандарда пайда болған. Ауру негізгі екі формада келтіріледі: без обасы және өкпе обасы. Сол кездегі бұл аурулардан өлім-жітім 95% құрады. Қатты бас ауру, жиі жүрек айну және құсу, терінің қызарып кейіннен қараюы, тыныс алудың қиындауы және дене мүшелердің іріуі. Бұл без обасының тек кейбір белгісі еді. Негізінен оба ауруы тарихта көп рет қайталанған. Соның ішінен жаппай аурудың негізгі үшеуін атап өтейік. Қорқынышты індеттің алғашқысы сол кездегі барлық өркениетке тараған Юстиниандық оба. Византия империясын Юстиниан бірінші басқарған кез болатын. Ауру 541-750 жылдар аралығында 2 ғасырға жуық қауіп төндірді. Одан кейін қара өлім деген атау алған оба індетінің тарихтағы екінші кезеңі 1346-1353 жылдары аурудың ең қауіпті кезі болды. Ондаған миллион адам ауру құрбаны болды. Әртүрлі мәліметке сүйенсек, вирустан 30%-дан 60%-ға дейінгі барлық Еуропа халқы қаза тапқан. Аурудың үшінші кезеңі 1855 жылы Қытайдың Юньнань провинциясында пайда болды. Ол ондаған жылдар бойы барлық елге таралды. Тек Қытай мен Үндістанда ғана қаза тапқандар саны 12 миллионнан асты. Обаның барлық індетінен жалпы мөлшерде қаза тапқандар саны 200 миллионнан асып кетті. Бірақ нақты сандарды айту мүмкін емес. Черная оспа, не болмаса қара шешек. Оспа өте қауіпті, жұқпалы, ғаламшарымыздағы ең ескі вирустардың бірі. Ол көптеген жылдар бойы мұздатылған күйде сақталып, және 100 градусқа дейінгі ыстыққа шыдай алады. Тарихтағы ең ауқымы үлкен індет осы болып табылады. Оспадан жүздеген жылдар бойы миллиондаған адамдар қаза тапты. Вирустың кең таралғандығы соншалықты, орта ғасырдағы Еуропада бұл аурумен ауырмаған адамды кездестіру мүмкін емес болатын. Бұл аурудың негізгі белгісі адам денесіне бірден көптеген мөлшерде жараның пайда болып, кейіннен адам денесінің тірідей іріп кетуі еді. Басқа белгілеріне арқаның ауруы, бас ауру және құсу жатады. Бірақ бұл соңы емес. Емделгендердің өзі уақыт өте көру қабілетінен айырылған. Осы аурудың салдарынан Еуропада косметика көптеп сұранысқа ие болды. Сол арқылы бет терісіндегі аурудан кейін қалған тыртықты білдіртпеуге тырысты. Оспадан вакцина 1796 жылы табылғанымен, аурудың таралуын тоқтату үшін дәрігерлерге 2 ғасырға жуық уақыт керек болды. Қазіргі уақытта туылған балаларға салынатын оспаның вакцинасы бар болып табылады. Бұл аурумен ауырған соңғы дерек 1977 жылы қазан айының 26-сы Сомалидің Марка қаласында тіркелді. Сол уақытқа дейін бұл аурудан 300 миллионнан жарты миллиардқа дейін адам көз жұмды. Испандық тұмау немесе испанка аяқ астынан қарқынды түрде пайда болды. Бұл вирусты 1918-1919 жылдар аралығында әлем бойынша 550 миллионнан астам адам жұқтырған болатын. Испанияда пайда болғандықтан солай аталатын вирус осы мемлекет ішінде барлық тұрғынның 40%-ын қамтыды. Ең қорқыныштысы аурудың тез таралып, айтарлықтай белгісінің болмауы еді. Болғанның өзінде өкпенің қабынуы, жөтелгенде ауыздан қан шығу. Аурудың соңғы кезеңдерінде науқастың өз қанына тұншығатындықтай өкпе-ішілік қанаудың пайда болуы. Кейбір науқастар ауруды жұқтыра салып, 2-3 сағат ішінде, ары кетсе бір күннен кейін қайтыс болып жатты. Техникалық прогресс уақытында вирус пойыз кемелердің кесірінен әлем бойынша өте тез тарады. Кейбір елдерде қоғамдық орындар, мектептер, сот орындары, шіркеулер, театрлар мен кинотеатрлар бір жыл бойы жабық болды.
Барлық жұқтырғандар ішінен қаза тапқандар саны 50 миллионнан 100 миллионға дейінгі аралықты құрады. Көріп отырғанымыздай, қазіргі жағдай өткен ғасырларға қарағанда әлдеқайда жақсырақ. Адамзат баласы басынан көп қиын кездерді өткізіп қана қоймай, дамуын жалғастырып, үлкен жетістіктерге жетті. Барлығы бірігіп сыбайласқан күйде жұмыс атқарғанның жемісі. Сондықтан орынсыз дүрбелең тудырмай, айтылған нұсқауларға құлақ түрсек, қазіргі ауруды да жеңіп шығамыз. Видеоны лайк басып достарыңызбен бөлісіңіз. Тағы не туралы білгіңіз келетін пікірге қалдыруды ұмытпаңыз. Біз үшін әрбіріңіздің ойыңыз маңызды.